Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қазақтың ұлттық тағамының бірі жылқыдан жасалған қуырдақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Егер видео ұнап жатса, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар. Маған керек ет, міне, жылқының жұмсақ еті және бауыр қосатын боламын. Артық ештеңке қоспаймын, өйткені бізде балалар ұнатпағандықтан тек қана осы екі ғана ингредиенттен кереметтей дәмді қуырдақ жасайтын боламын. Етті осындай майда етіп 4-5 қылдырып турап шығамын. Одан кейін бауырды жақсылап жуамын да осындай кішкентай бөліктерге бөліп 4-5 турап шығатын боламын. Және бізге бір жуа қажет болады. Енді пешке сұйық майымызды құйып жақсылап қыздырып алатын боламыз. Егер де сіздерде құйрық май болса, онда құйрық май қосуға болады, тіптен тәтті болады. Менде болмағандықтан, сондықтан мен тек қана осындай сұйық май қостым. Енді жақсылап қуырып алатын боламыз. Бір кемінде 15 минутқа крышканы жауып қуыратын боламыз. Осылай бізде қуырылды. Енді жақсылап бір араластырып аламыз етті. Одан кейін жаңа майдалап тураған біздің пиязымызды, әр жерде әрқалай айтады, пияз дейді, жуа дейді. Сол пиязымызды қосатын боламыз. Қосқаннан кейін жақсылап тағы да бір араластырып алып, тағы да бір 15 минутқа крышкасын жауып қойып қоямыз. Одан кейін енді ет толығымен піскендіктен, менде жабағы еті болғандықтан ол тез піседі. Содан кейін осындай картошкаларды кішкене майдалатып турадым да салдым. Енді мен бұл жаңағы қуырдаққа ешқандай тұз қоспаймын, өйткені менде ет өзі тұзды болғандықтан тұз қосқан жоқпын. Тек қана дәмдеуіштен тек қана бұрыш қостым. Картоптың пісуіне 5 минут қалған кезде енді біз бауырды қосатын боламыз. Бауырды міндетті түрде 5 минут қалған кезде ғана қосу керек. Білесіздер, бауырды көп қайнататын болсақ, онда бауыр қатайып кетеді. Сондықтан осы нәрсені ұмытпаңыздар. Енді бауырды толығымен осылай араластырып шығамыз да кішкене бір 5 минутқа қуырылуға қойып қоямыз. Осымен қазақтың ұлттық тағамының бірі қуырдақ еті, жылқының етінен жасалған қуырдақ бізде дайын. Еті деген жұп-жұмсақ, дәмі деген енді тіл үйіретін керемет болып шыққан қуырдақтың рецептімен сіздерге бөлістім. Егер видео ұнаса, лайк, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Сіздердің әрбір жазған комментарий, лайктарың маған маңызды. Қазақша ютубты бірге дамытайық. Сіздерге үлкен рахмет. Мені қолдап, менің видеоларымды көріп жүрген әрбір адамға үлкен алғысымды айтамын. Ас болсын, осындай қуырдақ жасап көріңіздер.